Егер сіздің үйіңіз көмір пешпен жылитын болса, осы видеоны қараңыз. Енді қаншама жылдан бері көмір пеш жағып келе жатсыз. Оның артықшылығы мен кемшілігін айтсам енді. Білесіз өзіңіз. Көмір сатып алған кезде ұнтағын, тасын, сондай бір сапасыз көмірдерді береді. Қанша ақша, қанша қымбатқа алсаң да, одан құтылу мүмкін емес. Және ол көмірді жағам деп қосымша отын түсіресің. Ол пешті тамызу үшін кемінде оның жанында бір 10-20 минут жүресің. Отынын бір саласың, одан көмірін саласың, одан ол сөніп қалды ма екен деп тағы көсек қойып, тағы көмір саласың. Яғни бұда жылу біркелкі болмайды. Несі көбейген сайын, күлі көбейген сайын жылуы азаяды. Ал ол күлді түсіріп салып, үстіне тағы көмір салуың керек. Яғни шелектеп қайта-қайта көмір салып, оны қадағалап отпасаң, үй суып кетеді. Квадратурасы өте үлкен үйлерде көмір пеш енді бір бейнет. Енді ол қиыншылықтардың бәрін ер адам істеп жүрсе тағы білінбейді. Әйел адамдарға әсіресе үйде күш қуаты әлсіз, қауқары аз адам қалған кезде ол көмір пешпен жағаласудың өзі бір бейнет. Ал біздің мына видеода көрсетіп отқан пештер сізге түбегейлі бір сол қиыншылықпен қоштасуға, яғни бір үйге бір үлкен жылу әкелуге, үйде бір қаншама жылдан бері жылуға жарымай жүрген кісілер, мына видеоны көрсеңіздер, соңына дейін айтамын. Егер сізде көмір пеш болған болса, ол пешті ешқандай өзгертпейсіз. Біздің пештер кез келген пешке үйлесімді, сапок пеш болсын, 4x3 құдыққа жалғанған пеш болсын. Біздің пештер бұның күл шығаратын жеріне тура дәл баратын размер жасалған. Біздің пештің артықшылығы бұл сәлеркемен жанады, отработкамен жанады, майдың қалдығымен жанады, газбен жанады. Яғни сізде қандай сұйық отын түрі бар, сонымен жағуға болады. Бұның артықшылығы жылуды біркелкі береді. Яғни 1-ден 600-700 Цельсий градуспен жанады. Бұны 1 сағат жақсаңыз, сіз көмірмен 6 сағат, 10 сағат жағаласатын жылуыңызды бұл 1 сағатта беріп тастайды. Яғни көмірдің бір 6 сағатта әрең жүріп бір үйді толық жылытатын мүмкіндікті бұл 1 сағатта жылытып тастайды. Одан кейін бұның отработкасын сатып алған кезде де көмір сияқты емес, тасын, ұнтағын араластырып бермейді. Таза өзі сұйық отынның өзін аласыз. Бұның отработканы алған кезде де өте пайдалы. Яғни сіз алданбайсыз, тас аралас, не болмаса ұнтақ аралас, ондай тема жоқ. Бұның расходын көп адамдар есептеп атады бұның. Мысалы, қазір отработканы сатып алса, килограмм 100 теңгеден, кей жерде де 50 теңгеден. Енді тамыр таныс болса, бұны тегін алуға да болады. Яғни қыстан тегін шығып кетуге де болады. Енді мысалы, көмірмен мынаның 100 теңгесімен көмірдің 100 теңгесін салыстыру мүмкін емес. Көмір мысалы күніге 3 шелек жағатын болсаң 1500 теңге ма сондай. Бұда бір 3 литр, 4 литр сенің үйіңді бір полный жылтып тастауға жетеді. Мен 2 жылдан бері бұны жағып келе жатырмын. Менде бұлай, мысалы таңертең сағат 8-де кетем, кешкі сағат 8-де келем. Яғни осы 8 мен 8-дің арасында ешқандай үйде от жағатын, үйді қарап отыратын адам жоқ. Полный жұмысқа кетеміз. Сонда арасы 12 сағат. Мен 1 сағатта, 2 сағатта жаққан жылуым сол 12 сағатқа жетеді. Енді бұны үнемі жағып қойсам деп ойлайтын кісілер де бар. Үнемі жағып қойсаңыз үй отырғызбай кетеді. Яғни кешке дейін пештің жанынан шықпай жүргенше, мына пешті алып, үйіңізді бір мезетте қыздырып, қалған уақытта өз жұмысыңызды жасап жүре берсеңіз болады. Теплый пол болсын, әдеттегі паровойлар болсын, дереу ысытады суды. Көмірді салып тастап, көмір суды 1 рет қыздырып айналдырып келгенше, бұл 10 рет, 20 рет айналдырып келуі мүмкін. Көмір ол 1-ден жағаса, 1-ден суды қайнатып әкетпейді ғой. Ол жарты сағат па, 1 сағат жанады, одан жылынады, одан көмір саласың, сол мезетте әрең жылиды. Ал бұл болатын болса, 1-ден 600-700 Цельсий градуста жанады. Егер бұл пешке қызықсаңыз, сатып алам деп ойласаңыз, біздің WhatsApp нөмірге хабарлассаңыз болады. WhatsApp нөмір осы комментарийда жаздым. WhatsAppқа шығып жазыңыз. Кез келген жерге саламыз. Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, Қазақстан кез келген қалаларына жібереміз.
және де айттым сіздерге, ешқандай өзіңіздің жылу жүйеңізді, ешқандай өзіңіздің пешті өзгеріссіз, ештеңені өзгертпей-ақ біздің пешті қоя салуға болады. Сонымен қоса бізде басқалай жаңағы теплицаны жылытатын, жаңағы жылыжайларды не қылатын әртүрлі пештер бар. Одан кейін құм зауыттарға істететін, жаңағы құмды кептіретін кез келген түрдегі пештер бар. Енді мен өзім осы жаңағы көмір пешке жағатын, отработкамен жанатын осы пеш өзіме қатты ұнайды, сынақтан өткен. Осы пешті көп адамдарға айтамын. Бұл пешті алып қойсаңыздар болады. Бір семьяда бірден болған жақсы өте. Кейде мысалы бір қонаққа кетесің, көп уақыт айланып қаласың, не болмаса үйде 2-3 күн болмай қаласың, үй бір қатты суып кетеді ғой. Сол кезде мына бірден жаңа градус көтеріп алуға өте керемет дүние. Күш қуатыңда да үнемдейді жаңағы. 1-2 литр жаңағы отработканы құйып қойсаңыз, бұл деген енді 2-3 сағат жанады. Өте керемет емес пе? Көмірден әлде қайда жақсы. Мынаны бір рет жақтың ба, ана көмірге қарағың келмейді. Көмірден жүрегің айнитын болады. Оны жаңа отымен тамызып, онымен қарап отырдың өзі бір мынаның жанында бейнет құсап сезіледі. Мен келесіде видеоларымды қараңыз, тағы да осы пешке қатысты TikTok парақшада көптеген видеоларым бар. Бәрін қарап шығыңыз, өзіңіз көзіңіз жететін болады. Өте керемет пеш бұл.